Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен етпен жасалынатын фунчоза салатының оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап отырыңыздар. Алдымен фунчоза лапшамызға қайнаған су қойып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан соң міндетті түрде салқын сумен жуамыз. Сонан соң көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Менде мұздатылған қызыл және сары тәтті болгар бұрышы және бір дана балғын қияр. Оны да ыңғайлап турап аламыз. Және майсыз қара кесек ет. Жақсы қуырылу үшін жіңішке және ұзынша етіп тураймыз. Және табамызды қыздырып, 2 дана жұмыртқаға шым-шым тұз салып, жұмыртқалы блинчик жасаймыз. Осылай екі жағында жақсылап қуырып аламыз. Жұмыртқалы блинчигіміз қуырылды. Енді суытып алып қоямыз. Біраз қасық сұйық май құйып, тәтті бұрышымызды 30-40 секунд қана қуырып аламыз. Лапшаның үстіне барлығын кезекпен салатын боламыз. Әлі осылай біраз қасық май құя отырып, қиярымызды және үкіштен өткізілген сәбізімізді барлығын қуырып аламыз. Тағы да біраз қасық май құйып, пиязды қуырып, оның үстінен етімізді қуырамыз. Жиырылған соң дәміне қарай тұз және ащы қызыл бұрыш саламыз. 2 ас қасық соя соусын құямыз. 2-3 тісше майдалап туралған сарымсақ қосамыз. Тұздың үстіне жарты пиала қайнаған су құйып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Жұмыртқалы блинчигімізді осылай ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын лапшаның үстіне бөлек-бөлек қуырып қосамыз. Барлығын бөлек-бөлек қуырып қосатын болсақ, барлығы өзінің мөлшерінде, өзінің деңгейінде қуырылатын болады. Етіміз пісті, оның үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. 1 шай қасық паприка, 1 шай қасық күнжіт және ас көгімізді саламыз. Барлығын қолдың көмегімен араластырамыз, өйткені лапшамызға барлығы сіңіп әдемі болам дегенше, осылай қолдың көмегімен жасағандарыңыз дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді мендегі 70% уксус. 2-3 тамшы уксус қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Уксус қоспасаңыздар да болады. Негізі уксус пен күнжіт және соя соусы фунчозаның негізгі дәмін келтіретін дәмдеуіштер болып табылады. Сондықтан қосқандарыңыз жөн болады. Ең сүйікті салаттарымның бірі, үнемі осы рецептпен жасаймын және керемет болып шығады. Қонақтарыма ұнады, сіздердің де қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса, каналымның әрі қарай дамуы үшін лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Сіздерді каналымда көргеніме шын жүректен алғыс білдіремін.